ол до того мен үшін ғана емес, ол бүкіл әйел үшін өте үлкен уайым. Қандай уайым десеңіздер, күнде таңертең ұйқыдан бүйтіп көзімді ашамын да, бүгін не тамақ жасаймын деймін. Енді айтуларыңыз мүмкін, ол немеге уайым болып жатыр, тамақ істеймін дегенді, не рецепт көре салмайды деп. Мен рецепт көремін Инстаграмда, бірақ мен оның бәрін сақтап аламын, жасамаймын. Неге жасамаймын? Былай міне, өткенде мен жасаймын деп әжептәуір интернеттен қарадым. 7 минутта үй жағдайындағы үйде бар продуктыдан жасалатын жеңіл салат дейді. О, давай. Бізге керегі үйде тұрған брокколи, шампиньоны, біреу болса да жетеді. Сосын барлығымыздың ас үйімізден табылатын оливковое масло, фетакса ірімшігі және де қызыл пияз дейді. Менде бұлардан бары тек қана пияз. И то ақ. Мен түсінбеймін, анау не қылған үй жағдайы анау. Бүкіл продукты тұратын. Мысалы, сіздерде бар ма сол брокколи, шампиньон? Мен бейшарада ғана жоқ па сол?